Сәлем достар, бүгін сіздердің назарларыңызға үнсіз жүрек түрік телехикаясында Фарахтың рөлін сомдаған актриса Демет Özdemir туралы видео ұсынатын боламын. Олай болса алдымен каналға лайк басып, пікір жазып, қоңырауды басып қоя салыңыздар. Демет Özdemir Түркияның ең танымал актрисаларының бірі. Сұлулығымен де, талантымен де бүкіл әлемді мойындатқан. Оның рөлдері миллиондаған жүректерге жетіп, әр көрерменнің жанын баурап алады. Бүгін біз Демет Özdemirдің өмір жолын, жасырын сырларын және жұлдыз болуға дейінгі күресін ашып көрсететін боламыз. Бұл шынайы шабыт сыйлайтын хикая. Экраннан алыстамаңыздар. Ал кеттік ендеше. Балалық шағы мен алғашқы армандары. Демет Özdemir 1992 жылдың 26 ақпанында Түркияның Кожели қаласында дүниеге келген. Бірақ тағдыр оның отбасын ерте сынады. Ата-анасы ол небәрі 7 жаста болғанда ажырасып, анасы мен әпкесімен бірге Стамбулға көшіп келеді. Анасы қыздарының ештеңеден тарықпай өсу үшін бар күшін салады. Сол кезден-ақ Демет сахна мен өнерге ерекше жақын болған. Бала күннен би үйірмелеріне қатысып, әртүрлі шоу бағдарламаларда жарқырай бастайды. Оның арманы тек танымал болу емес, шынайы өнерімен жұртты тәнті ету еді. Демет алғаш рет көпшілікке Efes Kızları би тобында көзге түседі. Бұл топпен бірге ол түрлі шоуларға, телешоуларға қатысып, тіпті Түркияның белгілі әншілерімен бірге сахнада өнер көрсетеді. Оның ерекше қимылдары мен сахнадағы харизмасы режиссерлердің назарын аударта бастайды. Көп замай ол танымал әнші Мұстафа Сандалдың Ateş Et ve Ümit клипіне түседі. Бұл оның алғашқы үлкен экранға шығуы еді. Халық оның түрін жаттап алады да, енді ол экраннан кетпейтін бейне бола бастайды. Актриса ретіндегі дебюті. 2013 жылы Демет өзінің алғашқы рөлін Sana bir sır vereceğim атты фантастикалық телехикаяда сомдады. Онда ол ерекше күшке ие қыздың рөлін алып, көрермен көзайымын айналды. Осы рөл арқылы ол бірден жасөспірімдер мен жастар арасында танымал бола бастады. Бірақ шын мәнінде оның танымалдығын асқақтатқан туынды 2018 жылы шыққан Еркеншік күз. Орыс тілінде Ранная птичка телехикаясы болды. Бұл сериалда ол копирайтер қыз, яғни жарнама мәтін жазатын Санемнің рөлін сомдайды. Оның серіктесі түрк актері Жан Яман. Бұл жұптың арасындағы химия көрерменді бірден баурап алды. Сериал тек Түркияда ғана емес, бүкіл әлемде, әсіресе Еуропа, араб елдері, тіпті Қазақстанда да үлкен хитке айналды. Еркеншік қыз сериалынан кейін Деметтің танымалдығы аспандап шыға келді. Ол Түркиядағы ең көп сұранысқа ие актрисалардың біріне айналды. 2019 жылы ол үздік актриса номинациясында бірнеше марапатқа ие болды. Оның Instagram парақшасы миллиондаған жанкүйер жинап, ол нағыз әлеуметтік желі жұлдызына айналды. 2021 жылы ол Dogdugun Ev Kaderindер драмалық сериалда бас рөлді сомдап, өзінің тек комедиялық рөлдерде ғана емес, күрделі драмаларға да шебер екенін дәлелдеді. Бұл рөл арқылы ол тағы да кәсіби сыншылар мен көрермендердің ыстық ықыласына ие болды. Жеке өмірі мен махаббат тақырыбына тоқталсақ, Демет Özdemирдің жеке өмірі үнемі ел назарында. Оның Жан Яманмен арақатынасы туралы қауесеттер көп айтылды, бірақ екеуі де бұл туралы нақты мәлімдеме жасаған жоқ. 2022 жылы ол белгілі әнші Огужан Кучпен бас қосып Түркиядағы ең көп талқыланған тойлардың бірін өткізді. Алайда бұл неке ұзаққа созылмады. 2023 жылы олар ресми түрде ажырасты. Сұхбаттарында Демет: "Мен ең алдымен өзімнің мансабымды ойлаймын. Шынайы махаббат бір күні жолығар, ал қазір мен үшін өнер бірінші орында", деп мәлімдеді. Бүгінде Демет Özdemir Түркия ғана емес, бүкіл әлемдегі жас қыздарға үлгі боларлық тұлға. Ол қарапайым отбасынан шыққан, өмірде көп қиындық көрген, бірақ соған қарамастан өз арманына берік болып нағыз жұлдызға айналды. Ол биде билей алады, комедияда ойнай алады, драмада да өз шеберлігін көрсетеді. Оның сұлулығы сыртқы келбетімен ғана шектелмейді. Ол рухани мықты, еңбекқор, табанды әйел образының нақты көрінісі. Қорыта айтқанда, Демет Özdemирдің өмірі сұлулық пен таланттың үйлесімі ғана емес, шынайы еңбек пен табандылықтың да жемісі. Егер сіз де армандап жүрген болсаңыз, Демет сияқты сеніңіз, еңбектеніңіз және бір күні сізде өз жұлдызыңызды жағасыз. Бұл видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымда қай жұлдыз туралы айтқанымызды қалайсыз, пікірге жаза кетіңіз. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.